Сержан, қалайсыз? Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Кеше ғана клубниканы сұраған, соны 5 айға созбай Ал қалайсыздар? Кездесу болып жатыр ма? Болып жатыр, иә? Иә, болып жатыр. Фото видео бар? Бар, иә. Көріп алайық. Қыдырып қайтыпсыздар, бірақ өздеріңізбен бірге видеограф алып бардыңыздар Жоқ, ғой? видеограф кәдімгідей дронмен, камерамен бәрін алғанбыз. Просто үлгере алмай қалды жасап, негізі эфирге бергіміз келген. Көрсететін боламыз. Күшті видео, прям күшті қылып түсірдік негізі. Бұны жай өзім Love story емес пе әйтеуір? Жоқ, love story. Сондайға ұқсайтын сияқты. Басталып кетті ма деп жатыр. Мен алдап, исыққа апарды, еще дальше love story түсіріп, бүкіл менің ана немсіз ше, хабарымсыз істеп жүрген сияқты осы кісі. Есік деген жазуды көрсе қорқатын болды. Есік қой, иә? Есік. Бәсе, мен басқа жаққа барып қалдым ма деп түсінбей жатырмын. Ал таныстық қалай болып жатыр сіздерде? Таныстық жақсы болады, иә, айтар. Білмеймін енді, бір идеялар келіп жүр. Алдынан бері айтып жүрген мен негізінде водопадқа алып барам сені деп. Атқа баруыңыз керек еді, бірақ атпен кішкене не болмай қалды. Уақыты келмей қалды кішкене. Қалай? Жоқ, ерескен жоқпын. Татумын атпен қазір. Келмей қалды да уақыты, сонымен аяқ асты келіп алып кеттім да. Сонымен Истік қаласына барып, жаңа Түрген деген жер ғой. Сойқа бардық, тауға қарай жарты сағат жаяу шығу керек негізінде. Бірақ оны да айтқам жоқпын. Міне 5 минут қалды, міне 5 минут қалды. Алдап сұлақ. Қыздарыңызды жарты сағат жолға қарай сүйреп. Мен жалпы табиғат дегенді, ондай қатты енді шықпаймыз ғой сыртқа, енді үйге жеткенше асығамыз. Енді бірақ кәдімгідей енді впечатление деген Сарқыраманың қасына барып, маған айтып қояды, енді впечатление деп қоймай жүредің осы ма деген сияқты қалып айтып тұрды. Еще андай тастар бар екен, кәдімгі биік үстіне мінетін. Сол өзі мінуге қорқып тұр, мен мініп бүкіл жерде уайымдамаңыздар, видео күшті болсын деп өзім. Просто андай болды, ответственность қой ол жар деген кәдімгідей төмен қарай бір өлдім дегенде 100 метр былай. Құз кәдімгідей. Маған айтады, бүйтіп мен ұстап алғам, мен ұстап алғам да былай. Сен қатты жақсы көретін деген түсіндім, құлап кетпешті қойды. Ұстап алғам ой енді. Ұстап алып айтып жатырмын да, не қорқып тұрсың дейді да, шықшы жоғар дейді да, мен айтамын да, мен өзім үшін қорқып тұрам жоқ, мен сен үшін қорқып тұрмын. Соны ұстап тұрдым осылай қатқан кейде. Дрон былай жат, білмеймін қалай шыққан енді. Дронмен түсірді. Жаңа өткен жолы Ақерке, сіз Әсемге сұрақ қойдыңыз ғой, осы сырға салуға бана қалайсың ба деген сияқты, екінші рет деген сияқты. Сіз өзіңіз негізі сырға салу бөлек болады кейбір жағдайларда той күні болып жатады, сырға салуды жасап жатады. Өзіңіз қалай ойлайсыз, мысалы болған қалайсыз ба? Негізі сырға салуын да, ұзатуы да барлығының болғанын қалаймын мен. Бөлек. Бірақ енді болады бәрінің бір уақытқа жақын моменттерде болған қалаймын. Себебі мысалы мен бір уақытта ұзатуым болып, бір араға 4-5 ай уақыт салыну керек болып, одан кейін той жасалу керек болса, мысалы, ондай нәрселерді негізі өзім де менің отбасымда құптамайды. Себебі барлық нәрсенің болады ғой, где-то бір аптаның шеңберінде болып кетсе, маған солай больше ұнайды деп айтсам да. Ұнайды демей ақ қояйын, енді күнде сырға салып жүрген адам болса, бірақ солай болған қалар едім. Негізі болса хан, мен айтам, давай ертерек сырға салып қойық. Одан кейін белгілі бір уақытта тойды белгілейтін боламыз деп. Қазір жоқ деп отыр, бірақ негізінде өгізді өндемейтін. Андай нәрсе ғой, Балауса хан, бұл өмірде негізі жалпы ештеңеге гарантия жоқ. Сондықтан білмеймін, енді сырға салып, одан кейін бірнеше уақыттардан кейін ол нәрсе ертеленіп кетсе, білмеймін, андай болып қалады. Енді өзім айттым ғой Әсемге ол пікірді. Сол пікірдің өзіме бір бумеранг болып қайтып келуінен қорқам ба, бәлкім деймін да енді. Жоқ, сен сырға салып қойсақшы, осындай дата десе мен дайынмын кез келген уақытта. Главное, өзі дайынмын десе болды да, маған болды. Басқа проблема жоқ. Бірақ енді жігіт жақ айту керек қой негізі. Құда түсіп келеміз деп айтатын бәрібірде жігіт жақ. Жалпы Сержан да өзі айтып еді маған, мен 73-те емеспін, жаспын деп та, енді Сержан жас, мен де жаспын, жүре тұрамыз да, енді ештеңе етпес енді. Солай ойлаймын жалпы. Бірақ енді әзілсіз басқасы айтқанда, енді Сержан жалпы менің ата-анамның жағымен толыққанды одобрениесі болғаннан кейін, мен де дайынмын негізі бүйтіп, ойбай 30-ма дейін жүрем деген сияқты, ондай нәрсе жоқ. О жақ сөйлесіп, бәрі дұрыстан жағынан шешілсе, мен кез келген уақытта дайынмын қазір. Енді шынымен де тойдың мәселесі ғой, сіздерге келген кезде ат, сосын тойдың мәселесі болып тұр сіздерде. Андай негізі сұрақ болып тұр да, баған айтып отырсың ғой, енді Сержан да жас болып тұр, мен де жас болып тұр, Сержан аға жаспын деп ауызбен айта береді. Бірақ түрі деген енді кетіп бара тұр, бірақ ше бәрібірде түрі деген жас көрінеді. Жас өзінде шақал жоқ деген сияқты 24-тен мен қазір. Бір 5 километрге жарысасың ба мен?
жүгіруден, болады камерадан. болады Бычықтың шығарамын ғой, значит. сержан неге Потому что бірақ мен сен уверенмін. аяғыңыз ғой Мен мастер спортымын, атлетикада. еще сіздің аяғыңыз сынғаны бар деген Мен сияқты сол бір аяқпен ақ жүгіріп сен өтіп кетемін ғой. Онда қасыңнан. шыққаннан кейін көрейік бір аяқты, Давай, көресіз ба? давай. Жоқ, 100 метр деген жоқпын мен. Аха. 100 метрмен шатастырма, 5 километрге деп тұрмын. болады бекзат сен даже мен жеңіп кетемін ғой. ой ақеркені қойыңдаршы Менің де аяғым Бірігіп ұзын, оның да істегілерің аяғы келді ма? ұзын. Сен аяғың қысқа, аяқ қысқа адамдар по природе ақырын жүреді. жылдамдық деген нәрсе бар, сосын аяқтан бөлекше жылдамдық деген нәрсе ұзақ қашықтыққа жүгіретін болсаңыздар, ол енді шыдамдылық деген ол бөлек қой, жылдамдық емес. Иә, иә. Ал 100 метрге жүгіретін болсаңыз, ол енді тікелей жылдамдыққа қатысты. бұл нәрсе емес ше жақсы жүгіреді екенсіз, бірақ көріп тұрмын ше ана айттыңыз ғой, негізі бір мәселе бар дедіңіздер да енді кішкене ата ана жағынан ба сол баяғы Иә, тойды алыстатып тұрған нәрсе деген ғой. Жоқ, ол бір кішкентай бір арамыздағы кішкентай бір дүние емес қой, Бекзат. Кішкене жақсы арақатынасқа кіріп, саған да осындай арақатынас бұйырсын бауырым ше. Жақсы арақатынасқа кіріп, кішкене анандай үлкен өмірге нақты қазіргі де емес, нақты қадам басам деп сен шешкен кезде, сол кезде түсінесің, то что әрбір істеп жатқан мәселенің бәрі ол анандай твердо істеліну керек, және де нақты белгілену керек. Бізде қазіргі тренде тұрған екеуміздің арамыздағы бүкіл мәселелер бәрі вроде бы жақсы бәрі. Татуласып қаламыз, бірақ бір-бірімізден кетпейміз, ең бір жақсы жері ұнайтыны маған да. Әйтеуір қазір бізде арақатынаста бір жақсы дүние бар да, біз ұрсықпасақ, ол да намыстанбайды, кешірім сұрай салуға. Мен де намыстанбаймын да. Прогресс деген осы ғой. Иә, тағы бір момент, мен ашуланып отырсам, мысалға ұрысып қалғанда мен қаттырақ ашуланып кетсем, мысалға Ақерке болды деп анда еркелеп сөйтеді, мен уже күліп жіберемін. Ол ашуланып отырған кезде мен де жаным ботам болды енді, не болды деген сияқты, сондай бір еркетайым, и бізде уже сразу анау жалғаспайды, үлкен мәселе болып. Ал жаңағы сен айтып отқан нәрсе дұрыс, иә, ата-ана мәселесі. Мен жақ туысқандарым бәрі олар на старте дайын отыр. Осы жақпен шешсек, Құдай қаласа, болды, сен тойда отырасың. Жас балдарға таңғалып отырмын да, просто қыздың алдында деймін да, Сержанға айтып отыр ғой, түрің кетіп бара жатыр деген сияқты әңгіме айтып отыр да, ол дейтін негізі керек емес жақсы ғой да. Мына жер мысалға қарап отырсаң, екеуі де жақсы жаңалықтармен бөлісіп отыр мысалға. Одан арты не керек деймін, сен оған да жете алмай отырсың ғой, Сержан. Иә. Әкім Бекзат. Сонда не Сержанда жүрсін ба, сен құсап ботокс етіп бетіне? Просто мына жерде Сержан былай ғой, просто Ақеркені қаншама туысқандар қарап отыр. Сол сияқты ғой, енді ол Бекзат бола ма ондай болмаса? Иә, негізі андай ғой, жоқ, мен андай тиісіп жатқан жоқпын. Шынымен ғой, просто Күресейік. Жоқ енді, шілейін төбелесіп, жүгіріп жоқ, күресейік деген ше. Қалай болды? Көріп отқан көрерменнен ұятты қойыңдар, мынандай әңгімеле ұятты қазір. Біздің мамашка ұнатпайды да, қазір көріп отырады да просто. Сержан қойып келдіңіз, негізі дұрыс енді той жайы әңгіме айту керек қой, негізі. Тек тойға келе жатсыздар ғой, енді сіз айтып жатсыз, бір шешілмеген мәселелер бар. Мен дайынмын, 100% дайынмын деп тұрсыз да, болды. Сіз дайын болсаңыз болды. Ақеркенің де ата-анасын да былай да көндіріп алуға болады негізі. Сіз дайын болсаңыз болды, енді тек сол тойдың мәселесі. Баласа ханым, мен айта кетсем болады ма осы жерде? Енді жаңа кім Ринат айтып жатыр ғой, енді қызының қасында ондай әңгіме керек емес деген сияқты. Енді жалпы адамның түрі бет бейнесімен адамдар бүйтіп сынайтын адамдар дұрыс емес бір адамдар деп ойлаймын негізі мен. Болады ғой енді, түрі кетсе кетсін, бастысы жүрегіндегі жылулығы, жүрегіндегі адамгершілігі кетпесін. Менің түрімді қашанға дейін осындай болып тұрады деп ойлайсыңдар, сәл бір 10-15 жылдан кейін мен де қартаямын. Бір білмеймін, оны Бекзат олай айтты екен деп, менің көзімде бір Сержанның түрі өзгермейді, Бекзаттың көзімдегі орны да өзгермейді, сол қалпы қалады да енді былайша. Кезінде сен ана адамның түріне қарап деп айттың ғой, сен бойға тиіскенсің кезінде. Енді бойға тиіскен. Сол значит сен төмен адам болып тұрсың ғой сен. Бекзат, сен сонда соны 6-шы маусым қашан басталды? Бір жыл бұрын болған нәрсені әлі есіңде сақтап жүрсің ба? Осындай қара, осындай нәрселердің кесірінен адамдардың бойлары өспей қалады негізі. Виданы жібере білу керек, түсініп отырсың ба? Кешір, мен саған бойыңа тиіскенім үшін, бірақ мен өзгердім да, өзгердім. Мен негізі значит менің ойым мықты болып тұр ғой. Ойым өсіп тұр, ойым не важно. Саған оқыту. Негізі Сержан ағам былай бұрыннан танимын ғой. Негізі еті кәрі болғанмен көңілі жас. Ол енді еті кәрі деген мен денем еті кәрі болғанмен көңілі жас деп жатырмын. Қиқ деп тұрған жоқпын ғой. Құдайға шүкір, майланған, нормально. Жоқ, екеуі дос қой бір-бірімен. Жалпы қараш, Бұлпа, қараш, 34 мен мақтанам, Балауса ханым, Құдайға шүкір. 34 жасында мен сияқты көп адам жоқ. Ым шекпеймін, арақ ішпеймін, зиянды әрекеттерім жоқ, мінезім жоқ. Балауса ханым, мен айтып жатқан анауда айтады да, мен де 15 жылдан кейін қартаямын дейді. Сен қартаясың ғой, просто Сержан ағаның пробегі айналады да ол кезде.